Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода осындай керемет дәмді шығатын, оп-оңай ғана жасалатын гавай салатының рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: ананас қажет болады, және де тәтті жүгері, кукуруза, тауықтың төс еті мен пісіріп алдым, черри помидоры, және де 3 жұмыртқа. Жұмыртқамызды пісіріп аламыз. Ірімшік қажет болады, сыр, аскөк, тұз, және де майонез қажет болады. Майонезді мен кондитерлік осындай қалташама салып алдым. Бізге салатты қазір жинағанда ыңғайлы болу үшін. Біз тауықтың етін осылай видеода көрсетілгендей майдалап, ұсақтап турап алатын боламыз. Осылай турап алдық. Енді осы ірімшігімізді үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштің көмегімен осылай үгітіп алатын боламыз. Пісіп тұрған жұмыртқамызды да осылай үккіштің көмегімен ұсақтап үгітіп аламыз. Бізге осындай тарелкамыз қажет болады, жалпақтау, және де форма қажет болады. Осындай круглый форма керек. Ортасына осындай стакан қоямын. Салатымызды жинаймыз енді. Осы стаканымызды айландыра отыра форманың ішіне піскен осы тауық етін айландыра отыра салып шығамыз. Осылай жайғастырып салып аламыз. Үстіне жаңағы қалташамыздағы майонезімізді ұшын кесіп, осылай етіміздің үстіне құйып шығатын боламыз. Азырақ бір шымшымдай тұз салсаңыз болады. Үстіне үгітілген піскен жұмыртқамызды саламыз. Осылай мінекей салдық. Енді жұмыртқамыздың да үстінен майонезімізді жайғастырып салатын боламыз. Осылай салып алдық мінекей. Азырақ тұз сепсеңіз болады. Кішкене тегістеп жібереміз. Ірімшігімізді саламыз, үгітілген сырымызды. Осылай жайғастырамыз, бір тегіс қылып. Осы ірімшігіміздің үстіне тағы да айландыра отыра майонезімізді салатын боламыз. Осы салатқа қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Енді тәтті осы жүгерілерімізді салатын боламыз. Үстіне жайғастырып, кукурузамызды жайғастырып осылай салып алдық. Енді осының үстінен тағы да майонезімізді саламыз. Бір тегіс қылып осылай құйып шықтық майонезімізді. Осы майонездің үстінен енді кубиктап туралған ананасымызды саламыз. Бұл салат ананаспен өте ерекше болып, дәмді болып шығады. Ананастың үстіне тағы да майонез құятын боламыз. Қалған ірімшігімізді үстінен салып жайғастыратын боламыз. Осы сырымыздың қалған осының үстіне салып тастаймыз. Осылай қалған майонезімізді құя саламыз. Ақырындап енді формамыздан ажыратып шығаратын боламыз. Біздің салатымыз өзінің формасын әдемі ұстайтын болады. Формамызды ажыратып шығарып алдық. Ортасындағы біздің стаканымызды ақырындап шығарып алдық. Үстіне әсемдік үшін осылай аскөк қойып шығамын. Бұл міндетті емес. Қоймасаңыз да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Бірақ мен әсемдік ретінде осы аскөктерді осылай жайғастырып қоятын боламын. Өте ерекше көрінетін салат, және де кішкентай черри қызанақтарымыздың ортасынан бір бөліп, осылай әсемдік үшін үстіне қойып шығатын боламыз.
Осымен біздің салатымыз дайын. Өте ерекше, дәмді. Жасап көруге кеңес етемін. Астарың дәмді болсын.